idiom is plenty of fish in the sea. What do you think? Huh? Теңіздегі көп балық, ya? Тудан тура аудармалағанда теңіздегі көп балық. Бұны не үшін идиомада қандай мәністе қолданады? Инглиз тілінде сөйлеушілер. Не деп ойлайсыз? Бар ма prediction? Do you have any kind of predictions? Okay. Yeah. The idiom does mean to keep searching and not give up hope, but the true meaning is that inherently by there being plenty of fish, one single fish should not be worth much to you. Understandable? Қараң, бұл дейді, мені үмітті жоғалтпау мәнісінде айтылады, үмітімді жойпа деген мәнісінде қолданады, бірақ дейді, қараң, бұл жерде дейді, бір бұндай нәрсе көп, енді соның біреуіне жабысып алу шарт емес деген мәнісінде. Яғни, мысалы деп айтамыз, ya, бір жігіттің алдынан 7 дүркін қыз өтеді дейді. Қарақалпақта сондай нақыл бар, ya, бір жігіттің алдынан 7 дүркін қыз өтеді. Бұны не үшін ата-аналар қолданады балаларға? Қай уақытта қолданады? Қандай? Мәселен, бір қыз, ол жақтырған қызды ата-анасы жақтырмайды, әпермей жақ, ямаса ол қыз, ол келіспей жақ. Мысал үшін, келіспей атып болады, сол уақытта айтылады. Яғни, бір нәрсеге біреу жабысып алған уақытта, соған қарата айтылады. Одан басқалары да көп. Мәселен, біреу тек қана бір нәрсеге жабып, мысалы, тек қана to go to Germany, it is my priority, I wanna go to Germany деп тек қана сол пікірде тұрып алған уақытта ата-анасы оған айтады, басқа елдерге де баруға болмай ма? Ямаса басқа жерлерде де жұмыс істеуге болмай ма? There are plenty of fish in the sea. Why just Germany? Не үшін тек қана Германия деген мәнісі? Демек, бұл идиома көбінесе киноларда, real life conversationларда қолданған уақытта, демек, біреудің үмітін жоғалтпайтын уақытта. Мәселен, айтар, оқуға құжет тапсырды біреу, абитуриент. Кіре алмай қалған уақытта ол үміті сынып, мен кіре алмай қалдым деп отырған. Мысалы, IELTS-тан мысалы бал төмен шықты. Сондай уақыттарда айтады. Елі көп, шанс көп, имканият көп деген мәнісілерде айтылады екен. Next one, I think all of you know it here. Apple of my eye. The person who someone loves most and is very proud of. His youngest daughter was the apple of his eye. Please translation in Krakow. Көзінің ағы қарасы, көзінің қарашығы. Бізде де бар, менің көзімнің ағы һәм қарасы менің жалғыз перзентім деп айтады, неге? Apple of my eye. Next one. Keep your hair on. What does it mean? What do you think? Keep your hair on. Араласпа және. Қандай? Мұрныңды тұтпа және. What else? What else? Keep your hair on. Okay, next picture can help you to predict the meaning of the idiom. Keep your hair on. Do you change your mind? What is he doing, for example? Okay, used to tell someone not to become too excited or upset. And in Karakalpak, what does it mean? Қапа болма, яғни ашуланба, өкпелеме, өзіңді бас деген атына қараң, түткілі басқаша, мынаның біздер сөзбе-сөз аудармалаған уақытта қандай шығады? Қандай аударма шығады? Шашыңды дұрысла. Шашыңды дұрыслап ал деген шығады. Шашыңды дұрыслап ал, ешқандай шаштың ашуға ешқандай байланысы жоқ, қарап тұрсаң.
шашыңды дұрыстап ал. Енді біздердің тілімізде ол қайтып айтылады. Біреу қатты excited болып тұрып, ямаса ашуланып, ямаса жаңағыдай өзін баса алмай өкпелеп, жылап тұрған адамға біздер не деп айтамыз? Біздер қайтып оған қандай заттар айтамыз біздер ол адамға? Keep your hair on дейтін болады. Түсінікті болды. Қараң, бұйрық мәнісінде келіп тұрды. Keep your hair on. Қарапақ тілінде не дейсіз әлі? Бір қыз тыңламай жылап жатыр. Бір жаман хабар естіді, мысалы. Күйеуіңді түсірме және өзіңді қолға ал, өзіңді басып ал. Демек, көрдіңіз, біздер шашты араластырмаймыз, біздер шашыңды дұрыстап ал демейміз, өзіңді басып ал дейді біздерде. Дұрыс па? Өзіңді басып ал. Демек, мінекей жаңа айтқанымдай, әр тілдің өзінің несі бар екен, өзгешелігі бар. Бір тілдегі фраза ешқашан бір тілге тап сол халында аудармаланбауы мүмкін. Енді дұрыс басқа уақытта фейлер, басқа келбеттіктер аудармаланып, бірақ сондай unique phrases деп айтамыз біздер, өз алдына өзгешелікке ие болған фразалар, демек, өз алдына аудармаланбайды. Енді қазір біз дәптерімізге you should make up your own sentences for each one, okay? For example, our first idiom was what? What goes around comes around. Let's improvise, okay, in your own speech. Make up your own sentences, just one by one. Then we share our sentences. That we can stop. Get up.